Барлықтарына сәлем оқушылар, сендермен бірге әдеттегідей сүйікті де сүйкімді Ербол ағайлардың. Бүгін бізде 10-шы сыныпқа арналған 4-ші 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Жалпы информатика пәнін өте көптеген оқушылар осындай ТЖБ БЖБ-сынан қашатын шығар деген ойдамын. Өйткені бұлар шынымен де біз информатика пәнін мектепте оқымағаннан кейін кейбір жерлерін түсінбейміз, кейбір жерлерін мүлдем ұқпаймыз да. Сол үшін де мына жерде дұрыстап талдап отырайық. Енді реляциялық деректер қоры ұғымын түсіндіріңіз. Жалпы сендерде 4-ші 90-да көбінесе деректер қоры деп аталатын тақырып өтілген, және бұл тақырып шынымен де ұбт-да келетін ең көп келетін сұрақтардың бірі болып саналады. Сол үшін де дәл осы тақырыптарды талдау кезінде мұқият түрде назар аударыңдар. Реляциялық деректер қоры ұғымын түсіндіріңіз. Жалпы деректер қорын біз 3 түрге бөліп қарастыратын едік. Реляциялық деректер қоры, желілік немесе иерархиялық деп аталатын. Солардың ішінде ең кең қолданылатын деректер қоры ол реляциялық деп аталады. Жалпы реляциялық деректер қоры деген сөз өзара деп атаймыз, өзара байланысқан мына жерде жазу сәл енді кішігірім уақыт алады, сол үшін де ренжімейміз ол жағына. Почеркіге назар аудармаңдар. Өзара байланысқан екі өлшемді деп атаймыз. Не үшін екі өлшемді? Өйткені баған мен жолы болады екен. Кестелерден тұратын дейміз ба, или мәліметтер сақтауға болатын дейміз ба? Давайте кестелерден тұратын мәліметтерді. Енді кейбіреулердің почеркісі өте кішкентай болуы мүмкін. Мына мен жазған нәрсем тіпті бір қатарға да сыйып кетуі мүмкін да. Мәліметтерді сақтауға арналған деректер қорының құрылымы деп кете салайық, болмаса бір түрі десек те болады. Ол жағынан бір қатты айырмашылық жоқ. Оны тексеріп те отпай чырғатты. Жалпы реляциялық деректер қоры деген осындай. Кілттік сөздерді қолданып бос орындарды толтырыңыз дейді. Давайте, мына жерде кілттік сөздер берілген, просто орындарына қойып шығуымыз керек. Өте оңай біз үшін. Деректерді іздеу нәтижелерін жақсарту мақсатында құрылған деректер қорының саны, болмаса құрылған қосымша кесте деп келеді кейде. Және деректер іздеу үшін, жылдамдату үшін дейді, жақсарту үшін деп тұр. Бұл жерде негізі жылдамдату үшін деп келетін еді. Ол әрине бізде индекс деген нәрсе, жалпы деректерді жылдам іздеу үшін құрылатын қосымша кесте деп анықтамасы бар түгін. Өріс бұл белгілі бір қасиеттегі мәндерді қамтитын кесте бағаны. Өріс пен баған деген нәрсе екеуі бір мағынаны білдіреді. Одан кейін жазба бұл деректер қорының өрістерінде орналасқан мәндердің жиынтығын қамтитын кесте жолы. Жазба мен жол немесе өріс пен баған деген ұғымдар екеуі бір мағынаны білдіреді деген. Қала полициясы барлық көлік туралы ақпараттар компьютерлік деректер базасын сақтайды. Әрбір көлік жөнінде келесі ақпараттар сақталады: көлік тіркеу нөмірі, түсі, шығарылған жылы, моделі, иесінің аты, иесінің мекен-жайы, сатып алу бағасы, шыққан күні. Құрылған деректер қорының кілттік өрісін анықтаңыз дейді. Жалпы кілттік өріс дегеніміз не? Кілттік өріс дегеніміз ол кесте ішінде қайталанбайтын мәліметтер жинақтайтын жазбаларды айтады екенбіз. Олар мысалы мына жерде әрине көлікті тіркеу нөмірі, біздің адамдар туралы сақталған мәліметтер қоры бар десе, ол жерде біз ЖСН-ді айтсақ болады, телефон нөмірін айтсақ болады, электрондық поштаны айтсақ болады. Бұлар бізде кілттік өріс бола алатын өрістер. Бұл жерде көлікті тіркеу нөмірі деп жазып кетеміз. Не үшін? Өйткені көліктердің нөмірлері болады. Мысалы, менің нөмірім бар делік, 777 КАЗ деген секілді осындай бізде нөмір бар делік, 11-ші регион бойынша. Міне осындай бір нөмір болса, бұл нөмір екінші бір көлікте қайталанбайды ғой. Не үшін? Өйткені бізде егерде көлік туралы ақпаратты, көлік туралы базадан іздеуіміз үшін, жылдамдату үшін, ол көліктердің барлығына, әрқайсысына осындай жеке нөмір тағылады. Және нөмірлердің сериясы бір-біріне ұқсамайды екен. Мысалы, мынандай нөмірді сендер бір машинада көрсеңдер, дәл осындай нөмірді сендер сатып ала алмайсыңдар, өйткені ол нөмір уже біреудің атында тұр деген сөз. Енді ойланаршы, біздің Қазақстанда қазіргі уақытта кобальт дейтін көлік бар ғой. Сол қаншама мыңдаған кобальт жүр. Қазақстанда жаңа ақ түсті деген секілді. Солардың барлығын штастырып алмас үшін, көлік полиция қызметкерлері үшін, көліктерді тексеру үшін, көліктерді тоқтату үшін, көліктермен жұмыс істеу үшін, әрине оларға ең бірінші керек нәрсе ол осындай көлікті тіркеу нөмірі екен. Сол үшін де дәл осындай көліктің нөмірді тіркеу арқылы біз кілттік өрістерін
жаңағы пайдалана аламыз, өйткені кілттік өрістер білесіңдер, оның анықтамасында жаңағы баған ішіндегі мәндер қайталанбайтын еді. Сол үшін мына жерге өз таңдаудың негіздеңіз деген жерге біз жазып кетсек болады. Әрбір көліктің жеке тіркеу нөмірі болады. Тіркеу болып қапты, тіркеу нөмірі болады. И одан кейін тағы да бір жазсақ болады. Тіркеу көлігі жаңағы нөмірі болу себебі деп жаңағы нөмірлер уникалды болған жоқ үшін дейміз. Я болмаса бұл мәліметтер қайталанбайды. Все. Кеттік, жалғастырайық. Кестеде берілген әрбір өріс үшін берілгендер типін тізімде көрсетілген типтері қолданылып анықтаңыз дейді. Клиент ID, мына жерде ID бізде Microsoft Access бағдарламасы болып отқан секілді. Негізі көбінесе біз кесте құру үшін, кесте жасау үшін көбінесе біз әрине MySQL-ді пайдаланып, бірақ мына жерде Microsoft Access пайдаланып отыр, өйткені надан уже түсіне бересіңдер болады, орысша тұр да. Енді клиент ID дегенге біз екі түрлі нәрсені көріп тұрмыз. Числовой десек те болады, либо счетчик десек болады. Не үшін? Өйткені андай нәрседе, мысалы біз клиент ID деген өріске счетчик дейтін нәрсені берсек, яғни бұл жерде әрбір жазба енгізген сайын ішіндегі мәні өздігінен бір санға артып отырады. Демек клиент ID-ға сен мәнін енгізіп отпайсың мәлімет беру кезінде, ол автомат түрде өздігінен артып отырады. Я болмаса числовой деп берсек те болады, яғни қарапайым бүтін сандардан. Одан аты жөні дегенге енді короткий текст дегенді пайдалансақ болады, өйткені длинный текст деген енді ол ұзақ есімдер үшін, ұзақ мәліметтер үшін, ал короткий текст деген ол бар болғаны 255 символды ғана қамтиды. Демек енді адам аты жөні 255 символдан асып кетпейді, любой адам аты жөні. Сол үшін де текст, все. Сол үшін де біз короткий текст дегенді пайдалансақ болады аты жөніге. Тапсырыс күні дегенге енді бұл күні деп тұр ғой тек қана. Демек ол жерде уақыт жоқ. Бірақ енді бұл жерде дата и время деген танысақ болады. Дата и время. Так, негіз дата деген өзі тек қана бір өзі тұрса, соны таңдауға болатын еді. Өйткені бұл жерде уақытын көрсетудің қажеті жоқ, тек қана күнін көрсетсек жеткілікті еді. Тапсырыс бағасы дейді. Бағасы дегенде уже денежный деген өзі атайды тұр, орысша денежный, яғни ақшалай деген сөз. Сол арқылы берсек болады екен. Сосын тапсырыстың саны, енді ол числовой, қандай да бір саны, бүтін санын көрсету керек болса, числовой деген жаңа нені танымаймыз, деректер түрін. Одан кейін жаңа клиент немесе жоқ деп жатыр. Қараңдар, немесе жоқ деген нәрсе бұл жерде кілттік сөз рөлінде ойнап тұр. Не үшін? Немесе жоқ деген сөз ол не деген сөз? Логикалық мәндер, яғни true false. Логически деп аталатын жаңағы не болады бұл жерде? Логически. Все. Кеттік, әрмен қарай уже керек емес басқалары. SQL тілінде person ID, last name, first name, address және city өрістерден тұратын person кестесін құрыңыз дейді. Әрине бізге кесте құруымыз үшін не керек? Ең алдымен create table керек. Демек менде create, негізі кейбір кодтарда байқасындар үлкен әріптермен қолданып жатады. Негізі кіші әріп болсын, үлкен әріп болсын, разницасы жоқ. Create tableдан кейін міндетті түрде кесте атауы болу керек. Ол persons кестесі, сосын бізде жақшасы ашылады, жай жақша ашылады. Жай жақшаның астыңғы жағына енді бір қатардың бойына бүйтін аяққа жазып кетсек болады, либо бір-бірінің астына абзац тастап отырып жазсақ болады екен. Мысалы, ең бірінші кезекте бізде person ID, демек бағаны аты бізде person ID, және person ID деп аталатын бағаны атаудан кейін міндетті түрде деректер типі көрсетіледі. Және бұл енді уже ID деген атына қарап отырып, оған primary key деген секілді арнайы жалғаулар жалғасам болады. Бұл бізде қосымша параметр, яғни бұл параметрдің ерекшелігі не дейсіңдер? Ол бізде кілттік өріс екенін көрсетеді. Немесе primary key деген ат сызыңдар болады. Бұл жерде маңызды емес негізі. Одан кейін бізде last name деп аталатын өріске назар аударыңыз. Бұл бізде фамилиясы. Ал фамилиясына қандай деректерін берсек болады? Әрине varchar берсек болады. Не үшін varchar? Өйткені varchar деп аталатын деректер таңбалық деректері. Біз жақшасының ішіне қандай да бір санын көрсетсек, сол санның жаңағы сол өріске сол сан көлемінде ғана символдар енгізуге болады деген сөз. Демек last name деп аталатын өріске біз бар болғаны 255-тен аспайтын символдарды ғана енгізе алады екенбіз мәтінде, Одан кейін бізде first name, ол да тоже не бізде first name. Ол да бізде тоже varchar болады. Не үшін? Өйткені бұл да тоже адам есімі, ол ұзақ бір мәтін құрамайды. Адам есімі бар болған 5 әріптен тұрады, либо 10 әріптен тұрады, әрқайсысы әртүрлі 20 әріптен тұру мүмкін да, бірақ енді максималды өз varchar'дың көлемі 255 болғаннан кейін максималды бере берсек болады енді. Адрес дейді, тоже оған да varchar береміз, өйткені
прям ол да ұзын болмайды. Сол үшін де оған біз текст немесе жаңағы нелерді long text деген секілді әртүрлі директорлер бар ғой, мәтіндік директор. Оған енді 65 мыңға жуық символ сыйғызу болады да оларға. Ал ондай директорын біз берудің қажеті жоқ. Енді адреске, адрес ондай бір қатты ұзын емес қой. City деп аталатын өріс бар, сосын City деп аталатын өріске де тоже varchar береміз. Қала аты да бір 255 тамадан асып кетпейтін шығар енді. Так, все. Бізде осымен аяқталған секілді. И біз ең соңында не істейміз? Жай жақшамызды ойбай фигурлық жоқ, жай жақшамызды жауып, и осындай нүктелі түрді қойсақ болды. Все. Осылай бізде persons кестесі құрылады. Енді келесі SQL тілінде persons кестесі мәліметтермен толықтыратын команда жазыңыз дейді ғой. Мә, саған. Енді persons кестесіне уже мәліметтер толықтыруымыз үшін бізге insert into деп аталатын команда көмек келеді. Insert into. Вот осы команда көмегімен бізде мәліметтер үшін толтырамыз. Insert intoдан кейін жазылу керек синтаксис, ол бізде persons деп аталатын кесте атауы. Persons. Енді бізде мынандай нәрсе бар. Persons'тен жай жақша ашылып, бұның ішіне біз баған атауларын енгізуіміз керек та. Андай қандай бағанға мәліметтер енгіземіз деген секілді. Енді бізде мына жерде толыққанды сұрақ айтылмағаны мынандай баған ішіне деп. Сол үшін де біз бүкіл баған ішіне болатын болса, ол жерге баған атауын жазып керек емес та. Біз не істейміз? Сразу астыңғы жағына values деп аталатын арнайы кілттік командасы бар. Осы insert intoның бірге жанында жүретін, ол баған атауларын бергеннен кейін мәнін көрсетуіміз үшін қажет болады. Осындай жай жақша ішіне. Енді біз тұрамыз да, мысалы ең бірінші бізде қандай өріс? Ең бірінші бізде person ID ғой, демек оған бүтін сан берем int болғаннан кейін, мысалы 1, одан кейін last name дейді, фамилиясы мысалы мен Сайфулла. И сосын бұған тырнақша қоюымыз керек, өйткені ол мәтіндік я болмаса таңбалық директор болғаннан кейін біз оған міндетті түрде тырнақша қойып отыруымыз керек. Одан кейін first name тоже барлықта varchar болғаннан кейін амал жоқ, барлығынан да біз тоже не істеуіміз керек, тырнақша қойып шығуымыз керек екен. Так, Сайфулла, одан кейін бізде Ербол деген есім бар. Вот. Одан кейін бізде адрес дейді. Адрес дегеніміз, ну давайте мысалы көше атын жаза салайын. Көше аты Абылай. Абылай көшесі. И одан кейін бізде city дейді, қала дегенге мысалы мен тұрамын да, қысқартып аст деп жазып кете салайын, Астана деп. Вот. Все. Уже бізде аяқталған секілді, бүйтіп жақшаны жайып басыламын. Вот сол кездері менде дәл осы сұранысты жасау арқылы не болады? Insert into көмегімен persons кестесіне осылай мәліметтеріміз түседі. Енді бізде мына жерде қалай түседі десіңдер? Мынау бірінші бағанға, мынау екінші баған, мынау үшінші баған, мынау төртінші баған, мынау бесінші бағанға реттілік бойынша түседі екен, өзі автоматты түрде оны жаңағы өздері қойып береді. Төмендегі сұраныс сипаттаңыз дейді. Select from, уже жылшы таңбасын көріп тұрмыз, демек бізде барлық бағандар movies деп аталатын кесте ішіндегі бүкіл бағандарды шарт беріп жатыр. Where арқылы жанр тем болады комедия. Комедия жанрындағы немесе мына жерде or деп аталатын логикалық операция тұр. Бұның көмегімен бірнеше шартты беруге болады. Жылы 1980-нен кіші болатын, кіші деп тұр, үлкен деп тұрған жоқ, бұл жерде кіші болатын деп тұр. Яғни year деп аталатын баған ішінен 1980 жылдан кіші болатын барлық фильмдерді шығару командасы деп айтсақ болады екен. Шынымен де, өйткені бізде жылшы таңбасы тұрғаннан кейін конкретно бізде нақты өрістің атауы көрсетілмеген. Демек, барлық өрістерді қамти отырып, комедия жанрындағы және 1980 жылдан кіші болатын жаңағы мәліметтерді экранға сұраныс ретінде шығару сұрап жатыр. Немесе деген сөз қолданылады. Не үшін? Өйткені or деп аталатын логикалық операциялық. Яғни комедия немесе 1980 жылдан кіші болса болды деген сөз. Movies кестесінен 1990-2000 жылдар аралығына комедия жанрына фильмдердің атауын шығаратын сұраныс құрыңыз. Бұл жерде, мына жерде конкретно айтқанда name өрісі деп көрсетілген. Демек, мен тұрамда сұраныс кезінде select, select'тан кейін бізде кесте өріс атауын көрсетуіміз керек міндеттері. From'нан кейін кесте атауы, кесте бізде қандай? Movies деп аталады екен. Movies. Все. Бізде бұл алғашқы жалпы movies кестесінің ішінде name деп аталатын өріс таңдаймыз деген нәрсе. И одан кейін біз не істеуіміз керек? Бұл жерде қосымша нәрселер сұрап жатыр, типа сұраныс арқылы. Бұл не? Шарт беріледі деген сөз. Where шарт береміз. Қандай шарт? Бірінші кезекте айтады, бізде мынандай аралығынан бөлек комедия жанрында дейді. Демек, мысалы бұл жерде жаңа ғана бізде не болды? Жанр деп аталатын не болды ғой? Мына жақта өріс. Соны пайдаланды, тем болады. Дәл жаңағындай комедия
комедия. Вот. И сосын and дейміз дағына. Енді бізде мына жерде айтып тұр ғой, 1900-2000 жылдар аралығында комедия жанрындағы, яғни бірге алғанда, аралығында дегеннен кейін ол бірге есептелу керек. Типа мына жерде жылдар аралығында немесе деп сөз қолданып тұрған жоқ, және деп типа біріктіріп тұрды. Сол үшін and деп аталып логикалық операция қолданылады. Сосын бізде не нәрсе бар? Жылдар аралық деген сөз. Жылдар деген қандай өріс? Әрине year деп аталатын өріс. Сосын біз тұрамыз between деген нәрсе пайдалансақ болады. Between. Енді бұл between ерекшелігі не десеңдер? Between ерекшелігі бізде ол ағылшыннан тікелей қазақ тіліне аударатын болсақ аралық деген мағынаны білдіреді. Демек between 1990 and 2000 деп жазсақ болады екен. Все, осылай бізде біздің сұранысымыз аяқталады. Келесіне өтейік. Атауы адам басталатын фильмдер шығаратын сұраныс толықтырыңыз дейді. Енді where name like деп аталатын оператор бар. Like деп аталатын оператордың атқаратын қызметі ол негізі үлгі бойынша іздеу сұранысын атқарады екен. Адан басталады десе, вот үлкен а әрпі, сосын осындай проценттан басын қойсақ болады екен. Егер де проценттан басын кейін қойсақ, бұл адан басталатын дейді. Ал егер де адан аяқталатын десе, проценттан басын алдына қоямыз. Ал егер де құрамында а деген әріп болса болды десе, вот ол кездері проценттан басын екі жағына да қойсақ болады екен. Все, осылай бізде келесіне өтейік. Әдетте веб құжаттар деректер қолмен байланыстырудың 4 параметр талап етіледі дейді. Оларды жаза кетіңіз дейді. Әрине, бірінші кезекте бізде не керек? Хост атауы керек. Хост атауы, яғни local host десек болады. Соның атауы көрсетілу керек, қандай локалға жүктеліп жатқандығы туралы. IP мекен-жайы деген секілді қандай дерек қорының хост екені көрсетіледі. Одан кейін екінші кезекте бізде не тұрады десеңдер, әрине деректер қоры атауы. Деректер қоры атауы. DB name деп кейде жазылады ғой. Вот. Сол нәрсе айтып жатыр екен. Одан кейін бізде үшінші кезекте не керек? Пайдаланушы аты. Все, одан кейін төртіншісі бізде пароль, немесе паспорт деп атасақ болады. Құпия сөз деп жазып кетейін. Пароль деген орысша болып кетер. Құпия сөз. Все, осындай 4 түрін айтсақ болады. Енді 4 қана параметр еді. Негізі бізде бұндай төртеуден көп негізі кейбір параметрлері, мысалы хост атауы, дерек қоры атауы, пайдаланушы аты, құпия сөз, бірдеңке деген секілді, мысалы тағы басқа ақпараттарды сұрау мүмкін. Яғни деректер қорына кіруіміз үшін, сол үшін бізде 4 параметр ең басты болып саналғаннан кейін осы 4 параметр бізде талап етіледі деген нақты түрде. Осы нәрсені ұмытпауларың керек екен. По идее осымен біткен секілді біздің 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау информатика пәні бойынша. Сіздермен бірге болған Ербол ағай. Давайте көріскенше.